Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгін міне Сайсан ауданында Қытайға қарсы Қытайға тартылып жатқан газ экспортын тоқтату туралы үлкен жиналыс болып жатыр. Министрліктен адам келеді, сенатор келеді, соған мәдениет үйінде үлкен жиналыс болайын деп жатыр. Конституциямен тартып отырған жалғыз ауданның әкімі заңгерлері екі облыстың әкімі сіздерге керегі жоқ. Конституциядағы сіздер кімсіздер? Көңілін өткен жоғатсыңдар. Дұрыс айтады, дұрыс. Нидерланд азаматы ол. Бірақ ол ұлты Қытайда бәрібір Қытай үшін жұмыс істеп отыр. Ана бірінші крановойды 60 крановойды майрашырады. 60 крановойды неге жабасыздар, мына бірді неге жаппайсыздар. Екінші сұрақ. Сіздер ана деп өте жақсы сайрайсыздар. Сайрағанда керемет, сөзді көрмек, ішке жоқсыздар. Мен айтары дегенде осы қолмен келді. Сізден бүгін жіберген, атайсын алмады. Бүгін бұл жіберетін дейді қолымнан кеседі. Сұмдық емес, сұмдық емес тұр. Бүгіннен бастап, әліңден айтқан ұсынысқа мен қосылам. Комиссия құру керек. Комиссияны сіздерге қарастырып жоқ. Мына ауданның халқы жолдарынан сіздер қатты жел соққанда қайтадан орнатып жатырсыздар. Егер де мына кісінің айтып отырғанын түсінсем, 13 жылға газ жетсе, мен 8 жыл қоқыс көмір жағып отырмын. Сонда мен қанша тосуым керек? Газдың қызығын тартқан күндегі как жыл көрем бәрі. Қазақстан отаным, қалай ғана бүгін міне жатамын. Сенесіз бе? Қалай табасыз? Міне мәселе. Жауап берсең бола ма? Болады, беріңіз. Әр жобаның, инвестициялық жобаның өзінің бір мерзімі болады. Біздің мына жобамыз мерзімінен бұрыннан бітейін деп жатыр. Өйткені газ экспорты қойындар болмайды деп жатыр. Сондықтан осы өзіміздің салған қаржымызды алып, салықтарымызды төлеп үшін бізге тек қана осы 75 миллион кубы керек болып тұр. Өйткені бізде өзінің мерзімі жоба шыққан жоқ плюсқа әлі. Түсініп отырсыздар ма? Ол шыққан жоқ, біз оған қарамай жақсы қойшы қойсын, өзімізді салған ақшамызды алмай-ақ қояйық. Хотя өзіміз салғанымыз панорам шықсақ, комиссия құрайық, ағамыз дұрыс айтты, комиссия құрып, спокойно отырып, ақылдасып, біз дайынбыз. Комиссия құрайық, кіріңіздер, жүріңіздер, көрсетейік, қалай жұмыстан шығып жатыр, қаншама айлық алып жатыр елдер. Пожалуйста, біз оған қарсы емеспіз ғой, біз жалғыз емеспіз ғой. Енді басқаша мен қалай сізге түсіндіре аламын енді, сенбесеңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті келген қонақтар. Менің аты-жөнім Азат Әбдікәрімұлы. Шоқ-шаруа жолының жетекшісімін. Мен айтайын деп тұрған мына газдың Қытайға өтуіне қарсымын. Бүгіннен бастап тоқтатылғанын дұрыс деп ойлаймын. Онымен мына жол мәселесін айтайын деп тұрмын. Онымен мына Қытайдың жолдарын дұрыс салып жатқан жоқ. Мына жолдан өткізген мемлекеттен су өткізіп бермей тұр. Өткен жылы мен 45 гектар жерімді судан қалдырған. Аудан комиссиясы 11 адаммен жаңа шешім шығарып берген. Енді Қытайдар бұның бәрін керек қылып отырған жоқ. Сөзімізді тыңдап отырған жоқ. Осының сөзін тыңдай ма, тыңдамай ма, соны. Жақсы түсінікті Азат Әбдікәрімұлы. Енді жалпы жол бойынша біз бірінші алайық келген қонақтар. Мен өзім таныстыра кетейін. Мұқиян Дәулетбек деген болам. Шара жолының жетекшісі жасынан. Бұл енді қазақта бір сөз бар. Алдымен жақсылықты өзіңе бол дейді. Алдымен әркім өз семьясын асырайды.
артық болса туысына береді, одан артылса ғана көршісіне береді. Бұл жерде егер газды жіберетін жері жоқ болып тұрса, сіздерге мен дайын клиент тауып берейін. Міне осы отырған халық, жаңағы айтып отырған мына шілік, қижағы отырған. Әлі мына 8 ауылға бәріне тартылған жоқ. Мына тұрған күршім, мына тұрған көкпекті, Тарбағатай, ары қарай Өскемен, Семейге неге тартпасқа? Егер жіберетін жер жоқ болып тұрса. Қытайда естимін, мен бірақ барып көргем жоқ. Газды тартпай тұрып, әрбір үйге, газ бармай тұрып, әрбір үйге тартып қойған. Әрбір үйге, тегін. Сонан кейін бар, газдың бағасына қосып біртіндеп төлеген. Бір мезгілде Мұқым Жеменей ауданына кранды ашқан күні таралған дейді. Бізде сондай жүйелі жұмыс неге жоқ? Бекер отырмыз, жоғары жақта басшылар. Неге арасында да біз көмір жағуымыз керек, алыстан тасып. Мына тұрған көміріміз ол игерілмей жатыр, жетпей жатыр. Мектепке де, басқаға да. Мұқмана Семейден мына бытшыт жолбенен қанша камаздар әкеп қымбатқа көмірді сатып жатыр. Оданша осы газды игеріп, өзіміздің халық иеленсін, игілігін халық көрсін. Соны неге бір патриот азамат болып ойланбайсыздар сіздер? Рахмет. Бізге өте қатты тапсыратын менің жалпы халықтың атынан. Мына акционерлік қоғамның барлығын тоқтатып, бұл газды, мұнайды барлығын тек қана мемлекетке қаратыңыздар. Мемлекеттің балансында мемлекетте болу керек. Ешкімнің әлі ұстағанның қолында, істегеннің аузында кетпеу керек. Жәнесінде бұл акционерлік қоғамдағылардың барлығын түп-түқиянына дейін шығарыңыздар жұмыстан. Мемлекеттен болсын. Тағы айтатын мәселе, мемлекеттік бұл мынау жергілікті жердің прокуратурасы емес, мемлекеттің бас прокуратурасы тексеру керек бұл істерді. Осы мұнай өндіргеннен бастап бүгінгі күнге дейінгіні түгел қанша шығын, бұл кісілер қанша мың газ экспортқа жіберіп жатып, қарызбыз деп ұялмай қалай айтып тұрсыздар? Айтыңызшы. Сондықтан ешқандай қарыз анамына сіздердің андағы өтірік сандарыңыз, өтірік жырларыңыздың 5 тиынға қажеті жоқ. 5 тиынға қажеті жоқ. Мына жерге келіп елді өтірік санменен алдамаңыз. Сондықтан министр мырза, оң құлақтарыңызбен естіп алыңыздар. Бұған мемлекет түрінде, мемлекеттің бас прокуратурасының тексерісі керек. Жәнесінде осы туралы, осы халықтың алдына келіп, ер азаматша қасқайып тұрып жауап беруге, беттеріңізбенен ашық түрде жауап беруге соны сұраймыз. Жалпы біз ақылдасып, қазір соның шешімін Асхат Ғалымұлы сіздерге жеткізетін болады. Құрметті халық, біріншіден біз келісіп алайық. Біріншіден сіздердің өздеріңіз таңдаған өкілдеріңіз комиссияға кірсін. Ол бірінші шешім. 5 адамды беріңіздер, жаңағы сіздер айтып отырсыздар, деректер, қай жерге ол ақша жұмсалады, соның бәрін ашық түрде мекеме көрсетуге дайын. Мекеме көрсетуге дайын. Соған 5 өзіңіздің өкіліңізді сайлап, сенетін адамдарыңызды комиссияға енгізуіңізді сұраймыз. Ол бірінші. Екінші шешім, бүгін біз газды экспортқа тоқтатамыз газды. Ол газға тоқтатылу, экспорттың тоқтатылуы комиссияның төңірегінде шешілсін. Комиссия өзі, сосын сіздерге сіз айтып отырсыз, біз халықпыз, біздің халықтың өкілі болады. Сол халық өзі айтсын, егер келесі экспортты тоқтату дұрыс па, бұрыс па, комиссия шешімі өзі халық сізге, өзің өкілдеріңіз сізге жария етсін. Бүгін тоқтатылады, сосын комиссия жұмысы жүргізіледі, комиссия сізге есеп беріп, сосын шешесіздер. Керек па, ары қарай керек емес па? Соған келісейік. Ол екінші шешім. Үшіншісі, мекемен де айтып кету керек. Мекеме, жаңа біз біраз келіссөздер жүргізіп, мекемеге де қанша қиын болмаса да біз айтып жатырық. Енді халықтың жағдайын көріп отырсыздар.
көңілген көріп отырсыздар. Мекеме дайын, ол айтады, қазір барғанның өзінде қазір бізге ертең сөз болмайтындай бір 2 адамды бізбен бірге жүрсін ол. Біз задвижканы, кранды жабайық. Біз жабайық, сіздер соны түсіріңдер. Егер ешқандай сенбеушілік болмасын сіздердің араларыңыздан. Сосын мекеме өзі, мына бізде Казтрансгаз аймақтың өкілі бар, осы жерде басшысы бар. Сіздерге сол 2 адаммен қай кез келген уақытта барып, сол кранның жабық екенін тексеріп тұратындай сіздерге қамтамасыз етеді, сондай мүмкіншілікті береді. Сол үшінші шешім. Осы шешіммен бүгінге шектелейік. Біздің ұсыныс осындай. Келісесіздер ме? Біреулер айтсын, бір-бірде біз естіп тұрған жоқпын. Бір-бірлеп микрофонға айтыңызшы. Қабелдаға микрофон алыңыз. Мына жаңа сіздің айтқаныңызбен келісеміз, мына тексеріп тұрғанда. Бірақ сонымен қоса біз енді білмейміз, өзінде қандай қитұрқысы бар, сенсін немесі бар. Жер астында болып жатқан нәрсе бар ғой, ол обходной трубасы бар. Сондықтан ана жердегі трубадан басқа ана шекарада өткізген сөзде тағы кран бар, ол жерде шөп бар. Соны да тексеріп тұру керек комиссия. Радио 5 минут деген уже айтып сөздің бар айтып ғой. 1 минут берші. Аға, ренжімеңіз, мен сізге 5 минут бір ойымды айтайын. Аты жөнім Мұхамәлия Нұрахымбек, былай атым Мұқаш, Сартерек ауылында тұрам. 8 жыл Қытайға газ өседі, газсыз ауылда тұрам еді. Сізге айтатыным былай аға. Мына біздің мына тауларда өзен, бастаулардың, сулардың бәрі сарқылып жатыр. Біздің Зайсан халқы жалпы 90% мал шаруашылығымен шұғылданады. Дала жайылымымен. Сонда осы өзен сулардың сарқылуына не себеп? Біз мына газдан көреміз, мұнайдан көреміз. Енді 38 мың жансан халқы мына 8 жылда мұнанда экология бұзылып, біздің ауыз сулар, мына жайылымдар бұзылып жатқанда, енді мұнайыңыз шығатын болса, енді 10 жылда не болады? Мұқаш, кешіріңіз, енді мен де ауылдың баласымын, қой бағып, өскен баламын. Бірінші кезекте жайлауға шыққан кезде келіп бастаудың көзін тазалайтынбыз. Бастаудың көзін тазалап, жылғаны ашып, содан бастайық.